Хабарлаймын. Қазақ елі номері 11 балапан бақсасында ұлттық ойындар сайысы өтетінін хабарлаймыз. Сайыс 2 наурыз күні сағат 10:00-де өтеді. Сайыстан барлықтарыңыз құр қалмаңыздар. Бәрекелді. Біз болған екен қазақты ұлттық ойындарына атсалысайық бәріміз. Әке, біздің балапан бақсамызда ұлттық сайыстар өтіп келе жатыр. Ал сайысқа әкесі мен баласы қатысады екен. Әке, біз қандай ойын ойнасақ болады? Балам, қазақтың ұлттық ойындары өте көп. Ләңгі ойын ойнасақ болады. Енді сайысқа дайынбыз. Балалар, бүгін біз ұлттық ойын бескене ойнаймыз. Бескене ойыны туралы кім біледі екен, балалар? Бескене ойыны ақыл ойды, үмітті ұлттық ойын. Ойынның шартымен таныстырып өтейін. Барлық көлемдері бірдей осындай асықтардан мына жақта оң жағымызда қызыл асықтар, сол жағымызда көк асықтар бар екен. Асықтың түсі қандай? Басқаша. Бұл балалар қан асық деп аталады екен. Қан асықты ортаға тастап, қараңдар. Қане, бір немесе шөп болса, оң жақтағылар және сол жақтағылар ойынды бастайды екен. Бір шөпке білуіміз керек, я? Ал қарап отырайық, кім бастайды екен ойынды, я? Бүк болып балалар, я? Ал оң жақтағы ойыншылар ойынды бастайды. Бір-бірге қоямыз асықты. Ал тәжіге қоясың. Апа, мен оң алып болды. Ұлттық ойын бес тас ойнаймыз. Бес тас көбіне қызда ойнайтын ұлттық ойын. Бес тас ойыны шекен тас депке атайды. Ол үшін домалақ қыстауға ыңғайы, бес тас отырым ойнауға ыңғайы, чегі жиі керек. Ләңгі ойынның шарты жерге ләңгіні түсіріп алмай, аяқпен тебу арқылы ойналады. Балалар, сендерге түсінікті ма? Иә. Ал, сәттілік. Ауада жүреді. Көрді ма, балам? Жөкел пирамида жеңіске жетті. Ұлттың мұрасындай болған ұлттық ойындарымызды дәріптеп жүрейік.